Айының 4-і 2023 жыл Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа біз 60 жылдан астам қара алтын мұнай өндіріп отырған Маңғыстау облысы Жетібай ауылының жұмыссыз тұрғындарының атынан сізге үндеу жолдаймыз. Бүгінгі таңда өзекті мәселе жұмыссыздық шешілмей тұр. Оған себебі басшылардың құрғақ уәдесі мен сырғытпа жауабы. Көп жылдан бері жұмыссыз жүрген халықтың тағаты таусылып бітті. Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамы мұнай ұңғымалары Жетібай ауылына 1 километр жерде орналасуына байланысты радиация уын жұтып келеміз. Денсаулығымыз сыр беріп, онкологиялық аурулар көбейіп кетті. Бос жұмыс орындарының аз мөлшерінде берілуі халық арасынан іріткі тудырып отыр. Ауылымыздың жұмыссыз тұрғындары үміті сіз ғана. Ел басшысы ретінде жұмыссыздық мәселесіне баса назар аударып, Жетібай ауылы ақпан айының аяғына дейін көп мөлшерде вакансия берілуін талап етеміз.